Бәріне сәлем, сендермен бүрлен, және де бұл влог. Наконец-то мен влог түсіріп бастадым. Бүгін мен универге бара жатырмын, себебі бүгін, кстати, 28 август. Скоро общагаға кетем. Бір жағынан сол общаганы көрем. И бізде бүгін orientation day. Мен қазір соған бара жатырмын. Ауа райы пасмурный, сол үшін зонтик бердім. Мен қалаға шыққанда жаңбыр жоқ тұр. Мен поезде уже келіп қалдым. Мен өте пунктуальный адаммын, но бүгін пробкада тұрып қалдым. Сол үшін кешігіп жатырмын. Наконец-то жеттім, но кешігіп жатырмын. Мен қазір үйіме бара жатырмын. Негізі бүгінге план өте көп болған. Бірақ бәрі атмена болды. И универде orientation week басталды. Енді ертең тағы универге барам. Осылай менің студенттік өмірім басталды. Жалпы orientation day, orientation week деген не нәрсе деп ойласаңдар. Мысалы, мен бірінші курс студентімін. Өмірімде алғаш студент бойында жатырмын. И бірінші курс студенттеріне арнап, сондай апта жасайды. Яғни универдің ішін, общаганы, универдегі студенттік организация барлығымен, деканмен, ректормен таныстырады, короче. Бүгін бізде orientation week'тің екінші күні. Бүгін Казгудың кітапханасының алдында кездесеміз деді. Мен қазір соған баратырмын, короче. Біз қазір кітапхана көріп жатырмыз. Әлі 4-ші этажға көтерілдік. Влогқа влог. Короче, достар, біз деген наконец-то шықтық. Бізде қазір танцы болып жатыр. И бір жерге бара жатырмыз. Не отставай. Менде осылай общагаға дайындық басталды. Ким жоқ деп маған әрең сыйдырып жатыр, но мен кимнің бір 20% шығар. Бүгін бізде 31-і, далада қатты жаңбыр жауып тұр. И мен тест тапсыруға барамын. Короче, достар, мен дейтін общежитиеге келдім. Мен комнатам болады бұйыртса, бірақ кровать жоқ. Вешалка да жоқ, дым жоқ десең. Мен 2 адам орналасатын жерге келдім.
Короче, достар, біз қазір Казгудамыз. Негізі 10-шы общежитияға біз медпунктқа өтуге келгенбіз, бірақ етіп жоқ болып қайтып баратық. Солай. Бүгін бізде 1 қыркүйек білім күні. Мен наконец-то медосмотрдан 100 жыл болған соң әрең өттім. Бүгін бізде мереке күні, и тем более универге декан анау-мынау сөйлейді. Соған сағат 10-да барым керек, 11-де барым керек болған. Қазір сағат 11:39 болды. Мен медосмотрдан өтем деп кешіп қалдым. Солай, енді бара жатырмын. Ертең мен бұйырса общежитияға көшем. Инақта мен еще сумка сатып алдым, потому что на чемоданға заттарым сыймай қалды. И вот, уже толып кетті, а мен алатын заттарым әлі көп. Найс. Достар, мен бүгін студенттер үйіне көшем. Ал мен утюг или что-то, шампунь аналар алған жоқпын. Соларды алуға баратырмын. Ұйқылы ояу, әлі ұйқым ашылған жоқ. Солай. Мен осыншама зат алдым. Утюг, анау-мынау, күржевешілки, органайзер. Достар, мен затымды алып, уже көшіп бара жатырмын. Достар, біз қазір заттар алуға бара жатырмыз. Бұл мен соседкам Нина. Енді енді біз швабра анау алуға бара жатырмыз. Как мы будем это тащить? Мына уашбактың ішінде, мына уашбактың ішінде не бар екен көрсетіп тұр. Короче, мәмберіміз бірінші ол осындай айна, сосын ватные диски, сосын повязка, Victoria's Secret спрей для тела. Мынау не десеңдер, бұл шербет бетке арналған. Умывашка. Мицеллярная вода, атын қалмы. Пенка для лица. Скраб для лица. Влажные салфетки. Зубная щетка Маркин. Тарак. Духи. Еще мынандай нәрсе, бұны мен қазір терезенің алдына қоямын былай.
Вот ағайын. Короче, мынандай нәрселер ғой. И резинки. Әзірше мен комнатам осындай. Мынау матрас. Қазір мына жаққа кровать істетем. Мынау осындай шкаф. Мынау менікі, мынау Аминанікі. Мына жақта мусор. Мен чемоданым. Мынау шкаф. Ручкасы жоқ. Қазір мен Аминаның кроватында отырмын. Солай. Біз қазір маған продукт алып жүрміз. Привет, Тіндер. Привет, привет. Бай-бай. Достар, маған кровать істеп берді. Но әлі подушка берген жоқ. И тумбочка алу керек. Суна заттарды салу керек. Бізде уже түн болды. Енді мен жаттайын деп жатырмын. До встречи. Бұл бізде рум-тур. Кіре берсін қолының сол жағында осындай екі шкаф бар, мынау менікі. Сосын мынандай тумбочка, сосын кровать и терезе. Осындай стол алдырдық. Үстіндегі клейлері кетпей қойды вообще. Мынау менің соседкамдікі. И мына жерде шкаф бар. Осындай орындық бар. И терезе. Вот.